Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 6 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су, табиғат құбылысы. Сабақ мақсаты: мәтіннен детальді ақпаратты анықтай алады. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап бере алады. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырады. Олай болса, құрметті оқушы, ой қозғау әдісі. Бір мынандай нақыл сөз бар: су жоқ жерде өмір жоқ. Ол ақиқат. Осы сөзге бір ой өрбітіп көрейікші, осы нақыл сөзге. Суреттерге назар салыңыздар. Біраз бір ойланып көрейік. Яғни су жоқ жерде өмір жоқ. Ол ақиқат. Олай болса, құрметті оқушы, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Су тіршілік көзі. Табиғатта ең көп таралған зат. Су жер шарының 3/4 бөлігін алады. Тіршілік құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. Табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады. Су тамақ рационының маңызды құрамдас бөлігі. Сусыз тіршілік жоқ. Адам шөлдегеннен гөрі аштыққа шыдамды келеді екен. Зат алмасудың барлық процестері судың қатысуымен атқарылады. Су екі әріптен тұрса да тіршіліктің ең маңызды қажеттілігі. Судың маңызы туралы барлығы бірдей біле білмейді. Сутегі мен оттегінің қарапайым қоспасы. Су қарапайым екі атомның қосындысы болғанымен, жердегі бүкіл тіршілік иесінің тарауына және дамуына үлкен әсері бар. Ғалымдар басқа планеталарды зерттегенде тіршіліктің бар екенін білу үшін су іздейді. Сусыз адам баласының өмір сүруі мүмкін емес. Су туралы сіз білмейтін деректерді тыңдап көріңіз. Югославияда өте ерекше өзен бар. Өзен жаз және қыс мезгілінде мүлде су болмағандай жоқ болып, тартылып қалады да, көктем мен күз мезгілінде балыққа толы арна салып ағады. Антарктида тұз мөлшері ғаламдағы судың тұз мөлшерінен 11 есе көп өзен бар. Оның тұздылығы сонша, -50 градустағы аязда су астында тоңбайсыз. Жер шарындағы барлық судың 2% ғана тұщы, ал қалған 88% ащы су. Тұщы суды тек адамдар ішу үшін ғана пайдаланады. Ауыз су ішуге жарамды су. Дүние жүзіндегі тұщы суды пайдалану жыл сайын өсіп келеді. Сондықтан әлемде ішуге жарамды ауыз судың жетіспеушілігі өзекті мәселеге айналды. Табиғи тұщы су көздерін таза ұстау, оны ластамау, тиімді пайдалану қажет. Құрметті, тапсырманың дескрипторына назар аударыңыз. Мәтінге қарапайым жоспар құрады. 2 балл. Негізгі ақпаратты анықтайды. 1 балл. Детальді ақпаратты анықтайды. 1 балл. Олай болса, құрметті оқушы, іске сәт, тапсырманы дұрыс орындайды деген сенімдемін. Құрметті оқушы, енді ықтимал жауаппен сіздердің жауаптарыңызды салыстырып көрейік. Қарапайым жоспар, яғни жоспар кіріспе негізгі қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспе су тіршілік көзі деп атадық. Негізгі бөлім 3 бөлімнен тұрады. Судың маңызы, екінші сусыз өмір жоқ, үшінші су туралы деректер. Қорытынды: суды үнемді қолданайық. Енді негізгі ақпарат, мәтіннен негізгі ақпарат, яғни бұл жерде су тіршілік көзі, табиғатта ең көп таралған зат. Су
екі әріптен тұрса да тіршіліктің ең маңызды қажеттілігі сусыз адам баласының өмір сүруі мүмкін емес. Енді детальды ақпарат, құрметті оқушы, детальды ақпарат не екенін білеміз, яғни мына жердегі детальды ақпарат су жер шарының 3/4 бөлігін алады. Тірі ағзалардың 60-тан 70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады. Югославияда өте ерекше өзен бар. Өзен жаз бен қыс мезгілінде мүлде су болмағанда жоқ болып тартылып қалады да, көктем мен күз мезгілінде балыққа толы арна салып ағады. Антарктикада тұз мөлшері ғаламдағы судың тұз мөлшерінен 11 есе көп өзен бар. Оның тұздылығы сонша 50 градустағы аязда су астында тоңбаймыз. Яғни, құрметті оқушы, жауаптарымызды салыстырып көрдік деп ойлаймын, Олай болса, құрметті оқушы, келесі тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырмада мынандай тапсырма: тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беріңіз. Мына жерде 7 сұрақ. Бірінші сұрақ: судың тіршілікте алатын рөлі қандай? Су жер шарының қанша бөлігін алады? Югославиядағы ерекше өзен туралы ақпарат беріңіз. Қандай суды ауыз су деп атайды? Ғалымдар басқа планеталарды зерттегенде тіршіліктің бар екенін білу үшін нені зерттейді? Адам не нәрсеге төзімсіз келеді? Судың құрамы қандай? Құрметті оқушы, осы 7 сұраққа мәтін негізінде осы сұрақтарға жауап бересіз. Яғни, осы тапсырманың дескрипторы жалпы және нақты сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл жердегі осы екінші тапсырманың балы 4 балл. Рахмет, құрметті оқушы, сіздер дұрыс жауап беріп деген сенімдемін. Онда келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма: мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыра отырып, келісу-келіспеу эссесін жазады. Бұл тапсырманың дескрипторы, құрметті оқушы, келісу-келіспеу эссесін біз білеміз ғой, Яғни, мына жерде дескриптор бойынша келісу-келіспеу эссесін жазады, эссе құрылымын сақтайды, ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырады. Бұл жерде эссенің сөз санын сақтамасаңыздар да болады, ол мына дескрипторда жоқ. Сондықтан осы тапсырма, үшінші тапсырма 2 балды құрайды. Рефлексия. 1 минуттық жазба әдісі. Бүгінгі сабақта білген ақпараттың ең маңыздысы туралы 1 минут бойы жазасыз. Құрметті оқушы, сіздерге бүгінгі сабақ қызықты болды деген сенімдемін. Осы 3 тапсырманы орындап жіберулеріңізді сұраймын, және рефлексия, яғни өздеріңнің бүгінгі сабақтағы алған әсерлеріңді жазба әдісі арқылы жазып, оны да жолдаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет, құрметті оқушылар, сабақ қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар.